көп тебу бұл жай ғана гигиеналық мәселе емес, бұл ағзадағы бұзылыстардың алғашқы сигналы болуы мүмкін. Егер де сіз көп тебесеңіз, дезодорант алмастыруды тоқтатыңыз, себебі мәселе теріңізде емес, сіздің ішіңізде. Көп тебудің біз мән бермейтін 9 жасырын себебі бар. Ең бірінші себеп бұл семіздік. Семіз адамдарда тері астындағы май қабаты көпе секілді ағзаны қаптап ысытып тұрады. Сол себепті тері бездерінен ағза ысып кеткен себепті жиі тер шығып, адам тершең болып келеді. Одан бөлек семіз адамдар қарапайым жұмыс жасағанда да ағзаға, жүрекке нагрузка түседі. Бұлшықеттер 2 есе жұмыс жасайды. Нәтижесінде ағзадағы зат алмасу жылдамдығы артады. Жүрекке нагрузка түсіп, осындай зат алмасу жылдамдығы артқан сайын ағзаға жүктеме түсіп жатыр деп ойлап, гипоталамус бізде тер бездеріне тоқтаусыз сигнал беріп отырады. Соның нәтижесінде ағзадан көптеп тер бөлінеді. Адам тершең болып келеді. Сол себепті үй жағдайында өзіңіздің дене масса индексіңізді есептеп көріңіз. Сізде семіздік болса, оның қай дәрежесі, бірінші дәрежесі, екінші, үшінші дәрежесі деген сияқты анықтауыңызға болады. Оның нақты формуласын комментарийге жазып қоятын боламын. Екінші себеп анемия. Бұл анемия барлық адамдардың да жиі теруіне, тершең болып келуіне себеп болады. Егер сізде анемия болса, қандағы оттегін тасымалдайтын эритроциттердің деңгейі төмен болады. Тіндерге оттегі қажетті мөлшерде жетпей жатқан білген ми жүрекке қанды тез айдауға сигнал береді. Нәтижесінде симпатикалық жүйке жүйесі іске қосып, адамды тер басады. Үшінші себеп ағзадағы гормоналды бұзылыстар. Оның ішінде ең негізгілеріне қалқанша без гормондарының бұзылыстары, гипотиреоз және де осы стресс, депрессия, яғни ағзадағы адреналин, кортизол гормондарының шектен тыс көбейіп кету нәтижесінде, әйелдерде климакс кезінде әйелдік гормондардың деңгейі төмендеп кеткен кезде, организмде тез тер бөліну, қызып кеткен сияқты сезімдер пайда болады. Төртінші себеп жүрек қан тамыры аурулары. Жүрек бұлшықеттеріне қан келуі нашар болса, ишемия, аритмия немесе инфаркт кездерінде жүректе қажу болады. Жүрекке шамадан тыс қысым түсу нәтижесінде ағзадан көптеп адреналин бөлінеді. Соның нәтижесінде ағзадан көптеп тер бөлінеді. Тер бездері 2 есе жұмыс жасайды. Адам тершең болып келеді. Бесінші себеп ағзаға витамин минералдардың жетіспеушілігі себепті адам тершең болып келеді. Оның ішінде, мысалы, сіз түнде ұйықтап жатқан кезіңізде ең жиі басыңыз немесе осы желкеңіз жиі тербейді болса, бұл сізде ағзаңызға D3 витаминінің нақты жетіспей жатқанының белгісі болып есептеледі. Бұл D3 витамині тек қана балаларда ғана емес, үлкен ересек адамдарда да жиі жетіспей өз симптомдарын көрсете бастайды. Тершеңдіктің 6-шы себебі инфекциялық аурулар. Оның ішінде туберкулез, ең жиі кездесетін түрі туберкулез ауруы. Әсіресе түнгі уақытта адамда тершеңдік кездеседі. Адам ұйықтап жатқан кезінде ағзадағы иммундық жүйе осы ағзадағы бактерияларға қарсы жұмыс жасап, шабуыл жасап жатады. Сол себепті туберкулезбен ауыратын адамдар жиі тершең болып келеді. 7-ші себеп зиянды әдеттер. Оған қоса зиянды құрамында токсині көп тағамдар. Мұндай құрамында химиялық заты басым, токсинді құнарлы емес тағамдарды жиі тұтыну нәтижесінде ағзада токсиндер көбейеді. Ағза өзін өзі тазалау үшін 2 есе жұмыс жасайды. Яғни тер арқылы оны шығарып тастағысы келеді. Адам осындай зиянды әдеттер жиі тұтынса, немесе химиялық заттарды, құрамында пайдалы заты жоқ, консервіленген заттарды, токсинді, магазиндегі әртүрлі химиялық продукттарды тұтынатын болса, ағза оны термен шығарып тастағысы келеді, адам тершең болып кетеді.
Одан бөлек адам ащы тағамдарды жегенде де жиі тебеді. Мұның негізгі механизмі осы ащы тағамдардың құрамында капсаицин деген зат бар. Бұл капсаицин деген зат адамды денесін жағатын, ысытатын, әртүрлі қыздыратын маздардың құрамында да бар. Осы капсаицин деген зат ауыз қуысына түскен кезде тілдегі ыстықты сезетін рецепторларды тітіркендіреді. Соның нәтижесінде гипоталамустан тер бездеріне сигнал келеді. Ағзадан көптеп тер бөлінеді. Сегізінші себеп онкологиялық аурулар. Ағза осы ісік жасушалармен тоқтаусыз күреседі. Зат алмасу бұзылады, гормоналды фон өзгереді. Адам әртүрлі осы ауруды жеңу мақсатында қолданатын дәрі-дәрмектер қабылдайды. Нәтижесінде адам тершең болып кетеді. Созылмалы стресс кезінде ми үнемі ағзаға белгілі бір қауіп төніп тұр деп есептейді. Гормондар тоқтаусыз бөлініп, мидағы термореттеу орталығы бұзылады. Ағза іште қызып кеткендей үнемі тер шығара береді. Қорытындылай келе, тершеңдік жалғыз күннің ыстығынан емес, ағзаңыздағы болып жатқан өзгерістерден, ағзаңыздағы әртүрлі аурулардың нәтижесінде дамуы мүмкін. Денсаулығыңыз барында қадіріне жетіңіз. Келесі видеода кездескенше.